Келдіңіздер, жалпы Декос ұжымы. 1, 2, 3. Қош келдіңіздер осы Декс командасымыз деп айтатын. Бәріміз бір команда боламыз. Жалпы бұл 7-ші подкаст. Біздің подкастымыздың атын 7 деп шештік енді. Жалпы бүгінгі подкастта тақырып енді әңгіменің жалпы өршуі осы трафаретный бизнес, логотип бизнес жайлы. Өзіміз айналысып жатқан цеховой бизнес кәсіп. Осы жайлы болса, мысалы осы командада кім қандай қызмет атқарады, мен қалай келдім жалпы бұл командаға, кім қай жақтан және бұған дейін немен айналыстық, основном сол әңгімелер арқылы жалпы осы көрерменге жалпы бизнес бастауға қандай нелер керек, мысалы мінездер дейміз, қасиеттер дейміз, главный 3 қасиеттерді атап өтсек, жалпы кім немен айналысты осы бизнеске дейін? Нұреке, үлкен енді өзіңіз бастаң, осыған дейін айланысып жатқан, айланысып кеткен нәрселер көп. Бірінші стройкадан бастадық. Стройкада 7 жылда істедім. Где-то 10 жылға жақын істедім, 2018-ге дейін. Одан кейін ақырын OLX-та петличка, ары қарай тағы да маркет ол кездері сөйтіп басталынған ақырын. Негізі сөйтіп. Қазір істеп жатырмыз упаковка бизнесі, бренд пакет. Одан басқа да нелер бар, олар жайлы бөлек толтырып. Жалпы Шәке, сіз? Мен де сол стройка. Ата кәсіпсіз. Ата кәсіп ол. Ола салып барма, негізі стройкамен келіп, осыдан 1 жыл алдын басталған дүние ғой, бұл шилкография. Осы Астанада стройкада істеймін. Негізі келу мақсатым осы Астанаға Уайлберс. Былтыр хит болды ғой. Қой жоям, қопарам. Алматы наштып, Астанадағы жұмысымыз тастап, тәуекел етіп, Алматыға келгенбіз ғой. Нақты бір Алматыға кел, жоясын, қарасын деп ешкім айтқан жоқ. Өзім тәуекел еттім, келдім. Бірақ басында бір ай, 2 айдай осыны бастаған енгенде дополнительно істеп жүрдік Нұреке бірақ, Уайлберсті ақырындап, бірақ основном фокус осы шилкографияға кеткеннен кейін шилкографиямен айналып, бірақ ананы қойып кеттік қой. Ереке? Мен де сол бұл жерге, бұл жұмысқа келместен алдым. Осы той саласында жүрдім. Той басқардық. Тамада. Бір тойханаға аппарат қойып тастадым. Сонымен бір карантин болып қалды. И тойда азайып кетті. Соның арасында стройкаға шығып жұмыс істейтін едім. Сонымен осы Нұрлан ағам қасына шақырған болатын, жұмысқа келіп. Бірге жұмыс істейді. Ол кезде Каспиймен айналысамыз. Каспиймен айналыстық, Каспиймен де жақсы айналыстық, мебельмен айналыстық. Сөйтіп, аккаунт блокқа кетіп қалды бір себептермен. Содан кейін пакет бизнесіне өттік. Шилкография бизнесіне. Жалпы осы бастау идея, жалпы ең бірінші кімнен шықты? Ең бірінші негізі Нұрекеңнің курсын алған болатын Каспий. Сөйтіп параллельный өз жерде істеп жүрген. Сонда сіздер ағайындысыңдар. Ағалыңыз сіз? Вообще қатысым жоқ. Қатысым жоқ вообще. Нұрекеңнің курсын сатып алған ғой Каспийда. Осыны істеп параллельный Нұрекең айтатын постоянно упаковка бизнесі дейді. Тырс уже күнде естіліп жүресің, миға құйылып келеді. Сонымен осыны істеп жүріп Нұрекеңе идея тастай бастады. Нұреке осының үстіне ақша бар. Не істеуге болады деген кезде Нұрекең айтты, маған 2 вариант тастады. Мебельді тастады. Мебельді істесең болады, шын болады. Потом баннер шығар. Баннер бізде Аблай дейтін жігіт Абекең. Сол кісі Нұрекеңге тастап жүрген идея ретінде соны істеп көрейік деді. Жарайды, істесек негізі нақты баннерді істейміз деп оқталып отқанбыз, дайындалып. Ақшаны соған дайындап ал Абекеңді күт. Бір апта 10 күнде күттік олай. Аны дедім, мына деді, станок келмейатыр деді, Қытайда деді, в общем, басқа жағынан көрейік дедік та. 3-ші вариант осы шилкография болды. Шилкографияны Нұрекең айтты упаковка бизнесі деген кезде, мен яқтан тастадым, осы шилкография қалай деген кезде, идея бір жерден келді ғой Нұрекеңнің жұмысқа. Сонымен алып кеттік қой, істейміз деп ютубтан қарадық, рекламалар шығып жүрді. Солай басталып кетті ғой бұл. Жалпы ол кездерде сұраныс бар, қазір одан да жақсы сұраныс бар ол бизнесте. Бірақ бұны бастамай жатып, бір тексеріп алдық қой, тестировать етіп алдық. Жаңағы бола ма, болмай ма екен? Тестовый реклама жүрді. Тестировать етіп көрдік, бірақ ештеңеміз дайын емес. Сөйтіп та станокта жоқ. Басты өлмейсіздер. Ештеңе жоқ вообще, тупой жаңағы бар ғой. Ағаш. Нұрекең жібереді та 3-4 реклама жібереді, тарс. Кейін Ерал номерін берді менеджер. Сөйтіп қалай болды Ерал? Клиенттер звондайды.
заказ болды істейміз вообще мәлімет жоқ ол жайлы. станок жоқ қой Ештеңе жоқ. 3-4 күнге өлтіреміз жоқ дедім. қой. Иә 50% сатады 50%-ін алып алдық. Ол нәрсе жоқ еді ғой, біз 50% деген. 100 бар еді ғой. Жоқ, сөйтіп алған болатынбыз 50%. Қанша бір 9.000 теңге ма алып алдық. Сол Енді станок алу керек. 4-5 күн өтіп кетті, звондайды. Бір күн әйтеуір станок күйіп қалды дейсің, бір күн әйтеуір басқа бірдеңе болды. Бірақ станок тоқта жұмыс істемейді. Иә, бір күн жаңағыдай суббота воскресенье күн жаңағыдай демалыс бізге 2 күнде жібереді. Сөйтіп әйтеуір бір 15 күнге ма 2 аптаға ма создық оны. 15 күн. Иә. Енді жалпы станокты қайдан алдыңыздар? Кейін оны Үйрену қайдан болды? зерттедік қой, бұны OLX-тан қарадық, станоктарын тарс Чимкентте сатып жатыр. Алматыдан таппаймыз ғой. Алматыда жоқ. Магазиндар Алматыда, бірақ станоктың бәрі Алматыда, бірақ Алматыдан таппаймыз. Чимкентте тұрады, Астанада тұрады, вот Анякта тұрады. Біреу готовый бизнес қылып сатамын дейді, ол қымбат. Сонымен Чимкенттен алдыртпақшы болғанбыз енді Нұреке. Чимкенттен алдыртпақшы деп тұрып уже ақшасын аударайын деп жатқан кезде тоқтай тұр деп іздеп көрейік деп бір-екі жерді іздестіріп бастамай жатып бір аптадай іздедік қой Нұреке, қателеспесем. Бір апта жүрдік. Ана жерге барамыз, мына жерге барамыз. Тек қана сұрап жатырық. Клиент әлі күтіп отыр. Клиент күтіп отыр, пакет басылып жатыр. Пакет басылып жатыр деп ойлап жатыр. Нұрекең жаңағы қазір бізде дизайнер тілеу, Нұрекең тілеуге звондады деп осындай деп осындай тілеуге звондады, осындай істейін деп жатыр деп ол шақырды тілеу, онымен сөйлестік. Тілеудің таныстары короче. Алдын бірге істескен. Сатады екен осы шелкографияны. Дайын бизнес. Жарайды. Адресін алдық та оған бардық. Оңай емес, Алматының мына бұрышы пробкаға тұрып қаласың, пробкада 1,5-2 сағат шаршайсың, морально шаршайсың. Сонымен ол жігітке бардық, көрдік, я сатам, сөйлестік, я бәрі әдемі. Жарайды онда. Жазайықшы, қайсы кереді деді, Нұрекең ручка алған. Станок көреді, анау көреді, мынау көреді. Не кіріп жатқанын білмеймін, бірақ қағып жатқан жоқ мен. Енді ана жерде қарап тұрып, бірақ бағалар қанша екен приблизительно көріп алдық та, қаншадан сатылып жатыр. Пакетті. В общем, станоктары қайсысы қанша теңге тұрады, бәрін бір зерттеп алдық та, сонымен жаздық та. Енді бағасын жазайық десек, бағасын айтпайды да, бағасын айтпайды да. Өзім 3 миллионға алғам, 3 миллионға сатам дейді, бірақ 3 миллионның заты жоқ та, не да? Көрінбейді. Сонымен келсамадық анан, сонымен кеттік та, Нұрекеге айттым, мен Нұреке үшін заттарын жинайық деп, сонымен бір трюкке бардық та, заттарын алып бастадық қой. Бірақ коробка, бір 2 коробка қателесім, засветка бар, станок бар. 560 мың теңге. Мен көрген мына жерде бір коробка. Бірақ қазір сол үлкен дүние болды. Оның арқасында мысалы қазір қаншама станоктар, басқа да бизнестер көрдіңіздер, мысалы ДТФ, картон, вышивка бар, штамп бар осы жақында. Тағы бір станок келеді, енді ол жайлы бөлек тоқталып кетеміз. Соның жағында ол. Мысалы сол енді бұл станоктардың арқасында қалайша 4 бизнес басталды. Сол туралы бір айтып берсеңіздер. Жалпы заказдардың көптігінен бәлде одан басқа қандай монетизация бар, сол туралы тоқталып өтсек өзінің орындарымен. Енді мына пакет деген мәселе бірінші кезекте тез мусорға айналып кетеді ғой. Расходный материал шығарды. Сұраныстағы материал тез заказдар түсіп тұрды. Жаңағындай кейін біздер бастағаннан соң өзіміздің аудитория бар. Ақырындап біздерге де үйрет деп бастады. Бір адамды оқытып жібердік. Енді келіскенбіз де команда болып. Басында ақшаны жұмсамай тұрайық. Тағы да дополнительный бизнес қосып қояйық. Жанына сұраныстағы бизнес тексеріп тұрайық. Бере ме, бермей ме? Бір бизнеске қарап қалмайық деп. Сенімсіздірек күмәнмен қарадық та бұл нәрсеге де. Бірақ ақша келе бастағаннан соң осыған кіріп кеттік. Бірақ аналарды аштық, 1 миллион нешеге ДТФ-ті аштық, 1 миллион 200-ге, одан кейін вышивка бизнесі 700-800 мың оқумен кетті. Кейін қандайды? Штампты қазірге жей актуалны істеп тұрмыз. Документтерге істеп береміз, және пакеттерге, жаңағындай крафт пакеттерге, штамп стакандарға со бизнесті жүргізіп отырмыз. Одан кейін үлкен станок алдық, 4 миллионға дейін шығын шықты, мысалы келуімен, о жайлы кейінірек айтамыз қазір. Осылай, осының көмегімен бастадық қой. Бұл нәрсе
жаңағы мындай да клиенттер бір заказ берді, качественный істесең, уже келесіде басқа біреуді іздемейді. Ұстап қалу. Иә, қазір тұрақты бизнестер туралы айтып өтіп, тұрақты клиенттер туралы айтып өтіп, қаншаға жақын? Қанша клиент бір тұрақты заказ беріп отырады, және айына қанша рет? Где-то бір 20 шақты тұрақты клиентіміз бар. Олар основном осы Алматыда, самый ең көп Алматыда, одан кейін Талдықорғаннан бар, Семейден бар, постоянно заказ беріп отырады. Сосын Ақтөбе, Атыраудан, Астанадан бар. Нақты үшеуінің атын айта берейін, магазиндер оларда киім сататын. Мысалы, именно қайсылар? Табако. Табако, көп. Ол Семейден, Табако Семей. Значит, бұл қала таңдамайды, басқа қаларда заказ бере береді. Бере береді. Сосын LEDX деген не бар, осы Алматыда Гранд Паркте магазині. Ол кісі де өте көп береді заказ. Где-то бір 5 күн, 6 күннен бір 2-3 штук пакет заказ береді. LEDX-ті істейтін болсаң, уже жібердің істеп дайындап, артынша тағы беріп қояды. Істеп қоя берді. Кинолар өздерінің брендін адамға ұстап жіберген тиімді. Чем әшін пустой пакетте жүрген дұрыс па? Олардың рекламасы. Одан кейін Boss, Lacoste беріп тұрады. Тоже оригинал киімдерін сатады. Мировой Lacoste деген Boss мировой дистрибьюторы, Қазақстандағы Қазақстан телеканалы официальный. Енді танымал брендтерді сұрауға өтіп кетсек, танымал қандай брендтер жасадық Шәке? Қазақстан, сол Lacoste, Boss істедік. Қандай істеді? Көп істедік. Сараның сандығынан. Ақтаудан кімде анау? Томми Халфиджер ме? Иә, ол да танымал дистрибьютор. Ондай көп, официальный. Онда айта берсек. Танымал брендтер өте көп жасады. Қазақстан телеканалы ең алғашынан жасадық, біздер бастаған уақытта. Басында Бірінші заказдар қандай болды деп көр. Мысалы, ең бірінші түскен заказдар кімдерден болды? Қандай компаниядан болды? Бірінші түскен заказ ол этажи істедік қой. Этажи, картонный пакет. Ол үлкен, ол тоже жаңағыдай үлкен компания екен. Енді былай істесек, сол мысалы бірінші түскен заказ, және содағы таза маржа, және себестоимості бәрін бөлек-бөлек айтып кетсек. Айта аламыз ғой, иә? Бірінші түскен заказ этажи дегеннен түсті. Бір свет картонный пакетке. Одан 1000 штук түсті. 1000 штук. Иә. Оны тоже жаңағыдай бір 10 күн ба, 10 күннен көп не істедік. Әлі үйреніп отырған кезде істетіп жатырмыз. Үлкен компанияны кіреді. Станок алғаннан кейін задаткасын ақ болғанбыз ғой. Задаткасына краскаларды алып жатырмыз өзімізге 5-6 краска. Қанша общий суммасы бір 360 мың теңге болды. Сол 180 мың теңгесіне пакет алдық, картонный пакет. Қалғаны пайда болды. Таза пайда. Иә. Жақсы. Сонда бастауға қанша күн, қанша уақыт кетті жалпы? Этажыға дейін. Этажы бірінші шыққан заказдардың бірі жалпы клиенттің қолына жеткен. Отказ болғаны қаншама, иә? Отказ болғаны қанша, ол бастап кету өте қиын болды ғой бізге. Қалай бастаймыз, станокты алып қойғанбыз, клиенттер звондады. Жаңағы сонымен бастап кетуіміз уже 10 күннен асып тұр ғой, бастаймыз дегенге дейін. Жаңағы үйрене алмадық та. Станоктар бәрі дайын уже, бәріне қойған, бір заты жоқ, бір заты келмейді. Сөйтіп үйрететін адам таппадық қой басында. Үйрететін анаған звондаймыз, мынаған звондаймыз. Тәкең бар мына жақта. Тәкеңмен связға шығып, ол бір жігіт номерін берді, Дархан дейтін. Дарханмен связға шығып, сөйлесіп, келісіп, оның артынан бір 10 күн жүрдік қой, 10 күнде жаңағыда үйретесің ба, жаңағыда. Ол қолым болса емес, жұмыс важный сол болып тұр ғой қазір бізге. Сонымен ол айтты, мен кешкісін 8:30-9-да болсаң, егер келіссеңдер мен барам деді. Амал жоқ, келістік, басқа вариант жоқ. Сонымен ол келетін болды, 3 күн ба, 4 күн ба келді, қателеспесем бірге. 3 күн жаңағы 9-дан 12-ге дейін жүреді қасымызда. Үйретеді, максимально үйреніп алуға жүрем. Қасында жүрем, ол істейді идеально бір не жоқ, ал мен істеймін уже екінші классында қолым бәрі краска, дұрыс шықпайды. Сонымен 4 күн қасымда үйретті, не қылды уже. Ертесіне демалын келе алмаймын дейді. Заказым болса өзің істей бер, болмаса күт деді мен. Жарайды, оған қарамай істей бердім ғой жаңағыдай. Оған қарамай істей берді. Екінші түсті үйретпеді, өзің бастап кеттің ғой. Оған тоқталамыз. Сонымен ол келе алмайтын болып қалды да, сонымен
күндүзгү 3-те барамыз, түнгі 12-ге дейін 3 күн катып сен ойла. Ештеңе шығара алмайсың. Уже настроение түсіп кеткен. Не? Мына жақта Ералы звондайды. Заказ не қылдыңдар дейді. Ей, қоя тұршы. Клиент әлі күшіп жүр. Мыңыштық заказ жоқ қой. Қоя тұршы Ералы. Мына жақтан дұрыс шықпай жатыр. Бірақ этажиді сол дарханмен істеп алдық қой. Соның арқасымен жаңағы мыңыштық істеп алдық қой. Ну басқа заказдардың, звондап жатыр. Не дейін оған дейді. Ол телефондамайды звондап жатқан клиенттерге. Сонымен 3-ші күні кешкісін әртүр қарап жүріп, видеоларын қарап, ютубтан қарап жүріп, әртүр орындарын ауыстырып отырып, уақыттарын ауыстырып отырып, әртүр 3-ші күн шыққан кезде жүрекке түсті ғой. Наконец-то шығардық деп ше. Енді соны ұйықтайын деп. Шынымен Нұреке, настроение жоқ қой күндіге. Нұрекең апарып тастайды, өзі машина ауылда, менде машина жоқ, жаяу жүрем. Нұрекең апарып тастайды. Сөйлеп отырамыз ғой, настроение жоқ екен бізде. Уже ар қарай болып кете ма, болып кетпей ма, уже күмән ғой. Иә, күмән пайда болды. Күмән пайда болады. Қорқыныш болады. Біздің орнымызда болғанда тастап кетеді. Иә, көп адам тастап кетеді. Шыдамы жоқ. Рисковать еткен екен, ақша саған екен, до конца көрейікші дедік қой. Көрдік, бірақ соның нәтижесінде әртүр қайтпағанның нәтижесінде ма шығып кетті ғой. Бастауға қанша қаражат кетті? Бастауға 1 миллионнан асып кетіп қалды. Және кім қаражат? Басында өзім бастап қаражат шығардым, 600 мың теңгеден бастап, кейін ар жағын менде ақша өткен екен Нұрекең бастап шығарды. Клиенттердің ақшасымен ары қарай клиенттердің бірінші жаңағы кім 360 мыңға заказ бергеннің алғашқы авансыны краскаға құйдық. Оныкін басқа компанияға істетіп жатырмыз краскасын. Кейін оныкін не істедік. Сөйтіп толықтырып жібердік клиенттердің өзінің заказымен заттарды. Бизнес өзін-өзі дамытып отыр. Бірақ әлі заказдарға отказ беріп жатқан бердің, екінші, үшінші заказда Ералыда біздерге звондайды маған. Мынау не қылып жатыр дейді ғой. Алмай тұр, мынаны бітіріп алайын дейсің ғой. Жаңағыда алмай тұр. Тоқта, мынаны бітіріп алайын дейсің ғой. Этажиді басқаның өзінде жаңағыдай қанша күн өтіп кетті? 1 апта, 10 күн өтіп кетті. Мына жақта әлі енді үйреніп отыр. Обучение енді өтіп жүр. Заказға бір 2 күн ба айттым, 3 күн айттым. Кеуіп жатыр, әлі кеуі керек, 2 күн тұру керек деп қойып әйтеуір. Негізі ол бір 2 сағатта кеуеді ғой. 2 сағат. 1 сағаттан кеуеді ғой негізі. Сөйтіп создық. Бірақ әйтеуір бітіріп бердік, Аллаға шүкір, жақсы. Клиент резі. Жалпы ол қандай компания өзі? Этажи деген жаңағыдай. Россияда мықты компания. Ипотечный компания. Строительствомен айналысады. Россияда бұл Қазақстан филиалы ғой. Жалпы бұл пакет кімге керек? Кімдерге керек бұл пакет? Ол туралы айтып кетейік. Пакет қазіргі уақытта уже бренд создать етіп отыр ғой нелер, кәсіпкерлер. Брендке өзінің пакетін істеу керек. Бірінші очеркта упаковкадан ең арзан нәрсе логотип бойынша пакеттерге басылады. Полиэтилен пакет ең арзаны да, мысалға бағасы ең арзаны болып коробкаға басу. Ең төменгі этапта. Ең төменгі этап осыдан басталынады. Бренд создать етті, кәсіпкер уже несіне ұрады пакеттің сыртына ең арзан варианты. Одан кейін қымбат коробкаларға өтуі мүмкін. Ең бірінші бірақ адамға осы береді. Полиэтилен пакет. Осы арқалы Инстаграмын реклама етеді, өзінің нөмірін реклама етеді, өзінің брендіні реклама етеді. Үлкен етіп қылып жазып береміз, ана жерде фокус адамды көріп нетеді. Енді оның да мынандай нелері бар. Мысалға қымбат картонға істететін болса, көп клиенттер ана сатушы бар ғой. Сатушы ана нені тастамайды да, картонный коробканы тастамайды, сатып алған клиент үйіне апарып қойып қояды. Постоянно көзіне бренд көрініп тұрады. Қымбат пакеттен істетсе біздер. А полиэтилен пакеттің өмірі ұзақ болмайды, барады, мусорға тастап жібереді ертеңіне. Кейбір крутойрақ кәсіпкерлер неге істетеді соның үшін? Крутой компаниялар коробкаға істетеді. Клиенті барып көз алдына қойып қояды, бір нәрсе салып, логотипті постоянно көріп отыр. Анау мусорға кетіп қалады, бірақ арзан. Көптеген адам мысалы бір қымбат магазинге кірсе пакетін бүйтіп көрсетіп, пакеттегі логотипті көрсетіп, осында магазиннен шыққанын мысалы соның бәрі осы рекламаға қызмет. Реклама, услуга ғой енді. Бұрын ойлайтын еді ғой жалпы мысалы көзде оның бәрібір заводтан шығып жатқан дүние, оны адамдар қолдан істемейді. Бірақ оны кәдімгідей осындай кішкентай цехта 20-30 квадратта басып, оларға қызмет сатып жатқан адамдар бар, мысалы біз сияқты Декс өзіміздің бір пакеттермен айналысады. Мысалы бұл қаншалықты сұранысқа ие қазір уақытта актуально бұл бизнес? Енді бәрі адам брендке көшіп отырғаннан кейін жай бұл қол жетімді да, енді кәсіпті бастаған адамға да қол жетімді. Где-то 5 мың, 7 мың, 10 мың арасындағы ақшасына
мысалға киім сатып жатқан болса, өзінің брендін создать еткен болса, қолжетімді қылып жасатып қойғанбыз. Бір 7 мыңға 8 мыңға заказ берсе де қолжетімді, жәке не істемейді, өзінің логотипін жасатқыза салады. Ал басқа недегілерге оны жасатқыза алмайды. Офсетіне, печать, типографияға барса, кемінде 10 мың, 40 мың, 50 мың заказ беру керек болады. Оның несі жұмыс көп, анандай трафарет несін жасау керек, шаблонына, клешесіне. Жай орташа кәсіпкерлер біздерге заказ береді. 10 мың, 5 мың долларға пайда жоқ. Қытайға заказ бере алмайды. Өйткені мен 15 мың, 20 мың үшін мен Қытайға заказ беруім керек пе, 30 мың, 40 мың үшін дейді да. Міне тез істеп береміз. Еще о жаққа заказ бергеннен соң олар да мелкий заказдарды қабылдамайтын нелер бар. Мына нәрсе мотивация болды бізде. Осы пакетке тірелетін болса, Магнумның өзі бір айда 8 миллион, 10 миллион пакет жұмсайды. Алматыдағы Магнумның өзі. Сол нәрсе бізге қатты мотивация болды да. Значит, бұда спрос бар деген сөз да. Ол Магнум, жалғыз Магнумның өзі, Магнум сияқты қанша магазиндер бар, мықты нелер бар. Одан бөлек соны мотивация болып, и жаңағы алдағы дәу станокқа жету деген не болды, мақсат болды. Пакет шығаруға деген осы нулевой этап дейміз ба? Бірінші этаптарының бірі. Бірінші шақтарының бірі. Сосын клиенттің айланып келуі де тез болады екен да бұл жерде. Мысалға біздердің шығарып отырған пакеттер уже кетті, тағы да заказ бере береді. Клиенттің айналып келу циклі тез. Мысалға лампа сататын болсақ, лампа қашан күйеді? Бірақ пакет мусорға кетеді. Пакет мусорға тез айналып келе береді клиент. Менікі мусорға кетті, заказ беру тез деп қолына ұстайды. Одноразовый зат тез кетеді. Еще біздердің клиенттеріміз кімдер? Жай нелер емес. Жай жаңағы кәсіпкерлер болып есептелінді. Кәсіпкерлер кімдер? Ол қайттан заказ берушілер. Соның ішінде осыны таңдап. Пайдаланушы емес сіздер. Пайдаланушы емес. Біздер тек кәсіпкерлерге, бизнестен бизнеске қызмет етеміз. B2B, B2B сегментке жатамыз. Жалпы осы заказ қабылдау барысында жалпы ереке сіз основной клиент жағында сіз тұрасыз, қандай қызықтар болып отырады? Заказ қабылдағанда сол бүгін бір қызық болып қалды жаңағындай. Бір клиент звондады. Картонный пакетке заказ берейін деп еді. Осындай бағасы қанша теңге дедім, осындай теңге деді. Болды, қазір партнеріммен ақылдасып алайын деді. Қойдым, сразу бір где-то 5 секунд. Клиент айтты, партнерім. 5 секундтан кейін тағы звондап кетті адам. Саламатсыз, осындай пакет, бағасы қанша тұрады дейді да. Сіз маған звондадыңыз десем, қойшы деп қойып жіберді. Тұра тұрсам тағы звондап, тағы сұрайды. Короче, сендерден үшіншісінде сөйлейді. Сіздердің рекламаларын барлық жерге жайып тастағансыздар, анау дейді. Айтады, неге каждый неде реклама әр номер қойып қойғансыңдар дейді. Мен айттым, ол жерде бір номер тұрды. Звондайтын кезде қараңыз деді. 6 рет звондады, 5 рет звондады. Сосын 6-сында звондады. Енді алайын деп жатқанда номерден уже таныды ғой деп қойып жіберді. Ондай жаңа клиент қайта-қайта келіп тұрасың ғой. Ондай қызықтар, мысалы, Нұрекең реклама береді бізде соны. Мынандай реклама бізде кокондар бар, қазір өзімізде мына жақта басқа да нелер бар, проектлер бар. Сол жақта кокондарға реклама болып тұрған, мысалы, мынандай орысша кісі звондайды осылай. Кокон бар ма дейді. Бар. Ол коричневый цвет іздеп жүр. Орысша айтып отыр. Бар. Бізде бірақ ақ түсуған. Осылай ақ түсуған, бізде осылай. Жақсы дейді да, қояды, маған коричневый керек дейді. Арадан бір 10 минут өтеді, 15 минут өтеді. Қайтадан звондайды ана кісі. Қайтадан звондайды. Осы мен ананы дұрыс танып тұрған жоқпын, еще номеріне де көп қарай бермей. Бір кезде тағы сұрайды осыны. Бірақ та осы таныстау көрінді. Звонған адам сияқты болады. Сұрағынан уже білесің ғой. Сұрағынан. Еще ол тұрады, тағы коричневый. Бізде коричневый жоқ. Бізде тек ақ қалды қазір уақытта осылай. Жақсы дейді. Арадан бір 10-15 минут өтеді. Тағы звондайды ана. Уже дауыс таныс, үшінші рет сұрап тұрған білем. Айтады. Сіз маған уже үшінші рет сендер ғана Алматыда кокон сатасыңдар. Маған сендер ақ жолға бердің. Бірақ сол 3 рет келудің арасында қазір сол ақ кокон алды. Бәрібір айналып келіп алды. Ол коричневый іздеп жүр әлі шырылдап, бірақ таппады. 3 рет звондады, 3 рет бізге түсті. Уже амалсыздан алу керек та, басқа жоқ. Вот сол сияқты Нұрке реклама берудің өзі, дұрыс берудің өзі бір қайсысы болады. Дұрыс беріп, қалай дұрыс берген дұрыс та? Қалай дұрыс берген дұрыс. Енді основной аудитория қай жерде істеп отырған нәрсемізді клиенттер қай жерде жүр, қай жерден іздейді біздерді. Соған фокусты қаратып, сол жерден іздеу керек қой біздерге. Мен мысалға
Каспийге қойсам, ол Каспийдан кемеді. Сынапта көрдік қой Шәке. Шәкеңе жібердім, несін Шәке міне Каспийға қойдық. Мына неле логотиппен. Ол жерден бірде-бір клиент келмеді. Каспий магазиннан. Каспий неден де жақсы келмеді. Иә, қарадық, сөйтіп OLX екен да, ең көп барлығын тестировать етіп көрдік. Ең главный OLX. OLX-та да әрбір облысқа, әрбір негеде қойып көргенбіз. Енді қайсысы точкадан көп звонок болады, біле бағамыз, секретіне. Бүткіл Қазақстан болып тұрады. Сынап көргеннен соң қаншалаған ақша құямыз мысалға, қаншалаған ақша құямыз. Бүкіл Қазақстан тестировать етіп шықтық біріншісінде, қай жерлерде сұраныс көп болады, сол жерге фокусты қараттық. Клиентті қуалап жүреміз қазір. Мысалға. Инстаграм ондай қатты жұмыс істеп жатқан жоқ. Ералы біледі, Инстаграмнан басқа шаблонмен келеді. Инстаграммен, например, бір клиенттер заказ бергісі келеді, бірақ біздің жұмысымызды көргісі келеді де андай. Каталог есебінде. Каталог, иә, олар мысалы келіп көре алмайды, жұмыста болады. Инстаграм бар ма, өздеріңіздің істеген жұмыстарыңыз дейді. Соларға Инстаграм значит таргет жібермейсіздер. Жоқ, таргет жіберіп көрдік. Дұрыс жібере алмадық. Дұрыс жібере алмадық, ақша кетіп қалды. Көп клиент жазып кетті, анық не істемеді, сол кезде заказ беретін, қателес силау аудиториядан. Сапалы лидтер жоқ. OLX-тің өзіне үлгіре алмай жатырмыз қазір, мысалға. Заказдар жеткілікті. Жалпы осы басу барысында да қандай қиыншылықтар болып тұрады негізі? Басу басында енді сізде болмайтын шығар, жалпы үйрету барысында мысалы бізде бұда пакеттен басқа да монетизациялар бар ғой Нұрбек? Бар. Сол сияқты қазір ол жайлы да айтып кетеміз ғой. Жалпы қиындықтар қай жағынан бола ма негізінде? Болсақ мен өзімде қазір қиындық болмайды ғой енді жоқ. Басында болады, дұрыс шығара алмайсың, дұрыс келтіре алмайсың, уже бір светпен екінші свет дұрыс келтіре алмайсың. Икем керек, опыт керек қой бұл нәрсеге. Жаңағы адамның қызығушылығы керек. Үш нәрсе болса, любой адам істеп кетеді. Шыдамдылық та керек. Шыдамдылық та керек. Иә, ол нәрсе де керек. Жалпы осы пакеттен басқа тағы қандай бізде монетизациялар бар? Қазіргі уақытта мысалға ең бірінші бастағанымыз DTF әлі актуальный инструменттер бар, қол тимей жатыр, заказ болады. OLX-қа шығарсақ уже Ералы біледі, шипкаға да, неге де DTF-қа да заказ келеді сразу. Заттары бар, бірақ шилкографиядан осы пакетный бизнестен қолымыз босап жатқан жоқ. И то екі шәкірті бар Шәкең, цехтың өзінде. Біреуі сәл үйренді, біреуі енді үйреніп келе жатыр. Цехтың өзінде екі шәкірті бар Шәкең. Олардың өзінде де бәрібір не істемей жатыр, қол жаңағы пакетный бизнестен ондай қатты босап жатқан жоқ. Анаған фокусты қаратсақ, DTF-қа қаратсақ, анау заказ келіп қалады, үлгіре алмай қалуымыз мүмкін. Бір жағы тоқтап қалады. Иә, бір жағы тоқтап қалады. Бәрін тестировать етіп көрдік, DTF-ті де көрдік, бірақ заказ жақсы. Бірақ основном фокус мына жаққа кетіп қала береді ғой, пакетке да. Мына жаққа бұрылып кете береді. Осы жақтан жақсы келіп түседі, пайдасы да жақсы ол жақтың, шилкографияның, пакетныйдың. Жан жақтан кетеді. Қаншалықты актуальный қазір бұл бизнес? Қаншалықты актуальный болған. Қазір соған мен айтып кетейін, мынандай ғой, бренд пакет жаңағы айтып өткенде тез мусорға шығып кетеді, сұраныс көбейіп келе жатыр. Қазір маржаны ненің күшімен ұстап қалуға болады? Пайданы именно брендтің күшімен ұстап қалуға болады. Мысалға, Самал демпинг, басқа компаниялар демпинг жасаған уақытта мен Самалды ала беремін, өйткені сапалы су, сапалы бренд, сенімді бренд деймін да. Осы Самал өзінің аты болған үшін өзінің ақшасын ұстап қалады. Біреулер демпинг жасап жатқан уақытта мен демпинг жасамасам да, өйткені менен сатып ала береді, клиенттер үшін мен сенімдімін. Соны түсінген кәсіпкерлер жаппай бренд құруға көшті да, сенімді качественный товар шығару үшін оған ат қою керек обязательно. Атсыз еш нәрсе өзгермейді. Бір сапалы киім сатып отыр ма, оның аты бренді болу керек. Соны түсінген кәсіпкерлер бренд қоя бастады. Бренд қойғаннан соң адамға таныстыру керек, миына кіру үшін көзіне көрсету керек. Пакет оның ең арзан бірінші варианты пакет, бренд пакет. Реклама жүргізу. Иә, ең арзан 100 теңге пакет осы. Және де бұған тек кәдімгі магазиндер емес, интернет магазиндерді тәуекел. Иә, өйткені курьерный нелер, пакеттер. Интернет магазиндерге де керек. Олардың да өздерінің аттарын клиент ашқан кезде, мысалы упаковка көбісі iPhone алса, не алса да, бірінші олардың магазиндердің аты бар. Енді мындай, Шәке, не болды ғой, бір кісі біздерден декабрь айында жасатқызды ғой, бір 3000 пакет па, мен просто таратамын деді. Қара несіні, брендіні жасатқызды, ақша шығартқызып, полный пакетті біздерден сатып алды, услугамыз сатып алды да, алғанда о сол жердегі сотовый сататындарға өзінің брендін тегін таратып шыққан. Иә, өзінің инстаграмы жазылып тұрды, өзінің нөмірі жазылып тұрды. Сондай болды. Иә, сондай қызықтар да болады. Негізі бұда сотка сататындар да
аксессуар сататындар да көп берет. Неде аксессуар сататындар. Аксессуар тез Бірақ пакетті тез мусорға кетеді. Пакет Аксессуар пайдаланса қалады, бірақ пакет кетіп қалады. Иә, пакет кетіп қалады. Анау пакетті может быть бір жерге іліп қалса, ана бренд клиенттің миында қалып қоя ма, инстаграмына кіре ма деп ең арзан вариант сол арқылы өзінің брендін танытқызу пакет арқылы. Бірақ қымбат пакеттерді адамдар көп мусорға тастайды. Оларды көрсетеді өздерінің видеоларында. Мынандай қымбат магазин мысалы көрсетеді. Қандай мысалы бізде болған шығар бір аты шыққан брендтер басылған. Қандай брендтер басылды бізде сондай атақты дейтіндей. Мысалға Қазақстан телеканалы алғашқы үлкен брендтерімізден болды, иә, Жаке. Бастағанда бір айдан кейін түсті Қазақстан. Иә, 3 түсті. Одан кейін иә, Лактоси, Босс, сосын жаңа Томми Хайфайлер, Сараның сандығынан деген көптеген университеттер даже біздерге заказ. Атырау университеті, иә? Атырау университеті, Көкшетаудан кейін Қозыбаев университеті мемлекеттік деңгейдегі нелерде заказ беріп жатыр біздерге. Сол Атырау университеті демекші оларда еще картон емес, шопер сумкалар болды, шопер. Бұл жерде тек пакеттерге емес, басқа да материалдарға қосып болады, соны айыр ал өзің айтып берсең, мысалы заказасын оны қабылдайтын сізге клиент айтады, мынаған басқалыстар ма? Шилкографиямен, станогымен, станог универсальный болады. Онымен жаңағындай пакеттің барлық түріне басуға болады. Полиэтилен пакет, крафт пакет, картонный пакет, зип пакет, курьерский пакет. Онымен мешоктың сыртына да басуға болады. Сурет, надпись жаңағындай. Одан бөлек жаңа футболка, толстовка, худи, шоппер сумка жаңа айтқандай. Кожа сумка, эко-кожа, пластмасс. Одан бөлек коробканың кез келген түріне мысалы көп қой коробкада. Подарочный бокстар, пицца коробка, аяқ киім коробкалары, солардың бәріне басуға болады. Сурет, логотип, надпись, жазу. Основном келетін бізге коробканың бокстың коробкаларынан келеді. Ана сағаттың коробкаларына бастың ғой, Шәке анау. Rolex сағаттың. Rolex хит болып жатқан кезде ғой, дату. Сағат сату. Rolex хит болып жатыр. Уже коробкасына да басу керек. Ана Rolex деген жазу жоқ қой, в общем. Коробкада. Ана жігіттер келеді та, парс. Қанша 103 беріп кетті ме бастамасы? В общем, бізден басқа ешкімге басып бермейсіңдер, словой қойып тастайды ғой бізге. Олар саса біздікін ғана басасыңдар, короче, деп. Басқалар кезде баспайсыңдар, короче, деп ше. Словой қойып кетті. Осының бәріне басу обучениеде үйретіледі, жалпы. Бізден обучение сұраған кісілер болса, қызығушылар болса, обучениеде мысалы нелер беріледі, нелер үйретіледі, қанша күн болады, сол туралы кішігірім. Обучение негізі 5 күн болады. Кейбір кісілер жаңағыдай үйрену қиын болып қалады. Оларға қосып береміз тағы. 2 күн, 3 күн үйрене береді. Жалпы негізі көп адамдар 3 күн, 4 күнде, ұзағымен сол 5 күнде полностью үйреніп кетеді. Сол жерде үйретеміз барлығын жаңағыдай. Жаңа айтқан нелердің бәріне басуды үйретеміз. Одан бөлек 1 свет қалай басады, 2 свет қалай басады, 3 свет қалай басады. Солардың да бәрін үйретеміз. Бүкіл станок, ключ барлығын береміз. Бәрі беріледі, барлығы. Қыз балдар үйренемін деп жатсам мысалы. Болды ма? Болды. Практикада қыз балдар оқыған. Болды. Маған бір қыз, бір келіншек қой енді, біреу келіншек келді. Мен ойладым. Келіншектер келеді екен сізге. Күйеу бар ғой. В общем, осы Алматының келіншегі ғой, келді. Ерал айтты, бір келіншек келе жатыр, бір қыз келе жатыр деді. Сонымен жарайды, мен ойладым, қаншалықты үйрене алады, істей ала ма, істей алмай ма деген күмән болып тұр ғой. Істей алып алып кете ала ма, істей алып алып кете ма. Одан алдында 1-2 бала үйренді, бірақ бір апта алып 10 күн деп жүрді да. Балдардың өсіп жүргеннен кейін қыздар қалай істейді деген ой келді маған. Ана қыз келді да 3 күн жүрді ғой. 3 күнде бәрін үйреніп алды да, уже 4-ші күн зат баттарын алып келді, уже аржақ қарай жұмыс бастап кетті ана қыз. Қазір жақсы істеп жатыр. Уже ең арасында тез үйренген сол болды ғой. Мысалы мен өзімде басында осы пакет неден келдім ғой. Мысалы мен өзімде келу жолым осы пакет жағынан болды. Мен де сіздерден обучение алдым кезінде. Оның әңгімесі енді ол бөлек әңгіме. Ол туралы қазір уақытта оған арнай бөлеміз оған. Жалпы қалай келген? Сонда ол тарих десек. Тарих десек. Мысалы Нұреке, мен мысалы бастайтын кезде тәуекел еттім, қорқтым да, бойымда қорқыныш қатты болды. Потому что мен соңғы ақшама бастайын деп отырмын, бірақ қорқыныш қатты болды. Баста еще қасында партнер, мен өзім ақшам жетпеді, қасында дос баламмен бастадым. Оның да қорқынышы бар. Еще риск болды.
Енді жалпы соңғы ақшамен басталды. Жалпы мен сол кезде ойладым, осыдан бастау үшін бір 3 қасиетті айтсаңыз, мысалы кез келген бизнес бұл адамға керекті, бизнес бастау үшін керек. Ең біріншісі естігенім, өз миға қонғаны, маған ұнады, біреу айтты маған, соны айтайын, өзіме ұнағаны, мен де осылай ойлаймын, оның сөзіне қосыламын. Біріншісі дух болмаса бір нәрсені бастай алмайсың. Ақша керек уақыты, жаңағында Шәкеңде дух болды мысалы үшін. Салды ақшасын. Шыға ма шықпай ма салды, тәуекел етті, дух бар еді. Білмейсің ар жаққа не болатынын. Біріншісі сол дух. Екіншісі духтың өзі де жетпей қалады. Плюс білім керек болып қалады, клиент алып келу керек, оны дұрыс жарнама жасау керек. Сәл болса да білім болу керек. Основной осы, ары қарай уже кішкене болса да бәрібір қаражат болады, бәрі керек болады да, бәрібір керек болады сол. Үшіншісі сәл болса да қаражат, бастап кетуге амалдап. Жаңа біздерге ұқсап, Шәкең ақша салды, ақша жетпей жатыр, краскаға, анау мынауға заказды бас. Клиенттің ақшасын салып, жұмсап, бастап кеткенбіз. Үшіншісі бәрібір ақша керек болады. Ақшасыз 0 теңгемен бастау деген бәрібір қиын болады. Енді бұда пакеттің арқасында тағы да станок туралыңыздар. Станоктар, бұл пакеттің артынан 4 бизнес ашылды. Біріншісі ДТФ, барлығы осының ақшасы құйылып жатыр. ДТФ-тің өзі 1 миллион 200-ге ақша шығындалғанбыз біздер. Одан кейін вышивка 800 мыңға жақын шығындалғанбыз. Одан кейін штамп бизнесіне оған 500 мыңдай жұмыс істеп тұр. Бәрі жұмыс істейді, бәрінің станогы бар. Оған қол тиіп отырған жоқ. Бір адам мастер жоқ. Өзің сияқты мысалға келіп қалып қойып жатыр, өзімізге жақын жаңағындай не адамдарды алып қалып бірге істеуге әрекет етіп жатырмыз да, проектілерімізді сол ДТФ-ке күтіп жатырмыз. Сондай адам келіп қалса, өзімізге алып бірге істейміз. ДТФ-ке жаңа қызығушы адамдар, қызығушы адамдарды іздеп, сол бір нәрсенің енді соңынан тағы бір станок алдық, үлкен 4 миллион, Шәке, 4 миллионға алдық. 4 миллионнан асады походу. Қазір оны жария айтпаймыз, ол да упаковка бизнесіне қатысты, ол да осы пакеттің артында келіп жатыр. Пакеттің артында. Сол Аллах Тағаланың несімен, сол пакеттің артында. Бір бизнестің арқасында 4 бизнесті бастадыңыздар. Және станоктар әлі бар. Сонда обороттарыңыз бір айлық. Оборот мәселесін енді мен берекесі қашып кетпесін деп астына дейін есептеп не істемейміз ше, берекесі қашпасын деп. Бір до конца есептей бермейсіздер, бір несін айтып кетсе, өз не жақсы, бетек енді обороттарыңыз сірада белгілі болып тұр. 4 бизнесті бір бизнестің арқасында жеткізу, оның арасында мысалы адамның семьясы бар, үйге ақша беру, өзің ішіп тұруың, Алматыда квартира бар, мысалы қиын. Мысалы соның бәрі жолың бар, мысалы курьер қанша пайдаланасыздар, курьер ортада. Вот енді оборот жалпы былай да белгілі деп ойлаймын, бірақ хотя бы бетек мысалы бір күнде қанша клиент звондайды және оны қанша қалады. Сол туралы айтсақ, және қанша процент пайда қалады сол заказдардан. Сол жайлы кішігірім айтып кетсек. Бір күнде бір средний немен есептеген кезде бір 10-15 адамның телефон келеді, звонок келеді. Оның ішінде нақты заказ беретін где-то бір 3-4 адам заказ береді. 3-4 адам. Қалғандары просто нені біледі? Бағаны біледі, сұрайды. Сонысын стабильно қанша штук заказ тұрады? Стабильно самый минимальный сон 100 штук заказ. Бір күнде қанша штук пакет сияқты басылады? Қазір басылып жатыр мысалы. Бір күнде егерде бүгін өзінде мына жерде әңгіме етіп отырмыз, бірақ пакет басылды. Қанша пакет басылды мысалы бүгінгі күні айтайық? Алдын қолы қасыма балдырамай жатыр. Қазір 2 мастер менен бөлек, тағы 2 мастер бар ғой. Бәрін қосатын болсақ, бір 3000-4000 пакетті спокойно басуға болады бір күнде. Ал бір өзім Ералының көмектескеннің өзінде бір 2000 пакет басты. Қателеспесе бір күнде. Ералының көмектеспеді дейміз. Бұл бизнес бастауға қанша адам керек? Бұл бизнесті бір адам бастай ма? Аз дегенде бір 2 адам болса дұрыс болады. 2 адам дұрыс. Бір адамға сәл ауырлау болады. Олар қалай қызмет бөледі мысалы? Біреу мастер, біреу қандай қызмет алады? Біреу мастер, біреу жаңа телефонмен сөйлеседі, реклама, дизайн жасайды. Дизайн. 3 адам болса вообще тіпті жақсы. Минимальный сол, ең аз дегенде 2 адам болса жақсы. Бір адам істей алмайды. Мына нәрсе маңызды да. Кейін үйренем деген адамдарға жаңа қалай болса солай емес, менен кетті, саған жетті емес. Ауылда мен Данияр дейтін ағам бар, 88-де.
ол кісінің қасына да істедім. Ол кісі қатты мотивация болатын андай. Шын айтатын постоянно маған, шын болады. Не істесең де, не қылсаң да, кейін өзің жеке істесең де, менен кетті, саған жетті болмасын дейді да. Тірлігіңді жай істесең де, четкий істеп, клиентке ұнайтындай болсын деп, сол нәрсені қатты мотивация алатын да. И кейін келем деп жатқан адамдар болса, жалпы сол нәрсеге мән беру керек та. Бірінші качество контрольға мән беру керек. И сол качество контроль жақсы болатын болса, мысалы үшін бір күнде мақұл қой 100 пакет басатын болса, целый бір күнде пайдасы аз болуы мүмкін, бірақ анау постоянно стабильный айналып келе береді да. Стабильный айналып келе береді. Качествоға жұмыс істейтін болса, ол тоқтамайды. Наоборот, бізде анау сезонный мәселесі болды ғой бізде. Бізде январь-февральда бүткіл жұмыстар тоқтайды. Бәріне мертвый сезон болады. Наоборот, бізде январь-февральда наоборот болып кетті ғой бізде. Заказдар түнгі 12-1-ге дейін істеген кездер болды реал. Түнгі 12-1-ге дейін ертеңгісі 10-да бастап жүріп, 9-да бастап өртеуіп. 12 күнді солай қайталана береді ғой январь-февральда. Жалпы санға емес, сапаға жұмыс. Сапаға істеу керек қой. Әсіресе біздердің жұмыста ол клиент қайттан заказ, кәсіпкер ғой біздерге заказ беріп тұрған. Сатып болады да, пакетін таратып тастайды да, тағы заказ беруі, сол именно бірінші заказ берген сенің заказың дұрыс болмаса, екінші рет заказ бермейді. Ал біріншісі дұрыс болмаса, уже екінші рет заказ бермейді. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі нормальный заказ кетсе, уже қайттан сенің неңді де бәрін тексеріп отырмайды ана несінің ше. Арасында мындай точка кетіп қалса, ол не істеп отырмайды, оған бола спорт дейді. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші заказдарды отлично етіп істеу керек. Вообще біреуінде соған не істейміз? Міне шәкеңдер соған байланысты қазір қанша қайттан заказ берушілер саны өсірді, қайттан заказ бере береді. Лакостеде, Босста солардың қатарында, мысалы Қазақстанда анда-санда заказ беріп тұрды, Сараның сандығы. Сараның сандығы вообще Астанада ғой. Уже білет Алматыда екенімізді. Атыраудан да бір бар, Атырауда да бар ғой істеп жатқандар. Білет біздің Алматыда екенімізді. Жол қанша кететінді де білет. Качествоға істейтініміз білет, береді ғой бізге. Тараздан да бар мысалы. Тараздан да бар, Тараздан да бар. Енді сонда қараңыздар. Основном тұрақты клиенттер, мысалы қаншама тұрақты клиент бар қазір бізде, ылғи заказ беріп отырады. 30-ға жақындайды ба? Иә, где-то 25 шақты бар, 30-ға шамалап қалды. Ең азы қанша заказ береді? Ең азы 200-түк береді, каждый бергенде. Каждый бергенде? Иә. Бір аптада олар ол 200-түк пайдаланады. Бір аптада пайдаланады? Сатты бастайды олар. 200 заказ береді, 5 күнде бітеді, 5 күннен тағы. И заказ беріп, бүгін мысалы алдыртады ғой. И тағы 200 штук жасап қоя беріңіздер, дайын болып тұрсын дейді. Артынан заказ. Жалпы бір заказ бар. Сұраныс әлі жақсы. Иә, Семейде бар. Ол крупный береді, 1000 бергенде 1000 береді Семейде табако деген. Еще бізде Қырғызстаннан келіп обучение алғандар да болды. Қырғызстаннан келіп жаңа пакет дегендей, Россиядан да түскен. Россиядан да соның өзі бір қызық болды ғой. Ол жазады, короче, орыс қой. Жазады, болды сіздерге заказ берем дейді. Не серьезно қарайды. Машиник қой ералы, ол сенің наоборот ақшаңды алып алмасын ал деген. Жолама оған короче. Номер картаңды жібер дейді, сонымен номер картаны не үшін сұрап жатыр. Ішінде ақша не істеп алмасын деп жаңағыдай бір жаман ой келеді ғой, қорқыныш болады. Тұрдым да, короче, бұған номер карта жоқ менде, только Каспий Голд бар болды дедім. Сөйтіп 2 күннен кейін жазды бұл. Каспий Голд таптым осынысына. Бұның, короче, Петропавлда ма тағы бір туысқандары бар екен. Ол жіктің өзі Новосибирск, Россияда женский киімдер сатады екен. Таптым деді. Сонымен Каспий номерін жазып жібердім. Сөйтсем, короче, 50% задатқа аударып жіберді. Сосын бастадық, сөйтіп через СДК арқылы салып жібердік. Курьерный компания, СДК деген. Енді жалпы осы шагайра бизнес жайлы айттық, енді бүгін барынша мастерский жағын, клиент жағын, реклама жағын, кішігірім қызықтарын да өстік. Жалпы енді бұл үлкен станок жайлы оның туралы бөлек әңгіме. Оның әңгіменің қызық жер ретінде бөлек алып қойып, ол туралы алғаза бөлек отырып тағы да өзі әңгіме айтамыз. Енді бірінші подкастымызда енді барынша енді айтылу керек нәрселер болса, барынша ашық өзіміз отырып бір әңгіме айтайық форматында өтіп кетті деп ойлаймын енді. Ондай бір қатты да бір қалсақ жүйелеудің не қажеті жоқ.
жалпы білгісі келетін адам болса, тағы да сұрағысы келетін адамдар болса, қызыққан адамдар болса, кез келген уақытта звондап Ералы, иә, өзіңізге? Иә, болады әрине. Болады. Астында сілтемелер қойып кетеміз сол видеоның астында. Жалпы біздің жұмыстарды қараса болады, Инстаграм парақша болады. Бізде басаңыз қыздарды әңгімемізге қарай Қазақстан телеарнасы бәрі салынады. Ал жақсы, онда бүгін осымен аяқтасақ, Нұрге, Алла қаласа. Келесі шығарылымдарда комментарияларда сұрақ болса қалдырсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса. Сондай ол şimdi. Темелерге өтіп, сол жерде сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Ералының өзі жауап береді. Толық жауап береді. Пакет жағынан.